саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. 65-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы морфология әлеміне саяхат. Балалар, бүгінгі тақырыбымыз морфология әлеміне саяхат. Яғни морфология бұл гректің түр, тұлға, сөз, ілім деген мағынаны білдіреді. Морфология сөзі тұлғалардың түрленуін, әртүрлі өзгеріске түсуін анықтайды. Енді бірінші тапсырмаға қараймыз. Ертегіні тыңда. Ертеде біз білмейтін бір елде сөздер өмір сүріпті. Ол морфология елі деп аталыпты. Дүниедегі сөз біткеннің бәрі сол елде бірге тату-тәтті тұрыпты. Күндердің күнінде сөздер бір нәрсеге келсе алмай, сен ұзынсың, мен көпшілмін, көп мағына беремін, ал мен бірақ мағына беріп, оқшау жүргенді ұнатамын деп айтса жөнеледі. Мұны естіп қалған сол елдің ханы сөздерді мағыналарына, сұрақтарына, басқа да ерекшеліктеріне қарай топ-топқа бөліп тастапты. Сөздерді ұқсас белгілеріне қарай 9 топқа бөліп, жеке-жеке ат қойыпты. Осылайша морфология елі 9 сөз табының ортақ еліне айналыпты. Тыңдалған материал бойынша пікіріңді білдір. Ол үшін қарамен жазылған сөйлемдерді басшылыққа алып, сөздердің сөз таптарына топталу себебі туралы өз ойыңды білдір. Біз бар болғаны 4 сөз табымен зат есім, етістік, сын есім және сан есімдерді ғана білеміз. Қалған 5-еу қалай аталады? Оқулықтағы ребусты дұрыс шешсеңдер, жаңа сөз таптарының аттарын білетін боласыңдар. Бұл жерде 5 деген санда Б әрпін алып дес, 1 дегенде іні қойып 1, М-ді әрпін және керіктің соңғы 2 әрпін аламыз, сонда есімдік деген сөз шығады. Бізге таныс зат есім, етістік, сын есім, сан есім. Одан кейін сөз таптары есімдік, үстеу, шылау, одағай, еліктеу сөздер. Олар бізге екінші жаттығуда кесте берілген. Әр қатардан артық сөзді тап. Неліктен оларды артық деп ойлайсың дейді. Сұрақтарға қарап, әр сөз табының қандай мағына білдіретінін айтуға бола ма? Болса, әр сөз табының ережесін шығарып көр дейді. Бірінші қатарға қараймыз. Зат есім. Яғни зат есім кім, не деген сұрақтарға жауап береді. Енді тұсындағы сөздерді оқып көрейік. Жел, қауырсын, суық, күн, кемпір қосақ, омарташы. Бұл жерде омарташы кім? Зат есім болып тұр. Жел, қауырсын, күн, кемпір қосақ деген не деген сұраққа жауап беріп зат есім болып тұр. Бұл жерде артық сөз суық, яғни қандай деген сұраққа жауап береді. Сын есім болып тұр. Артық сөз бірінші қатардағы суық. Екінші етістік. Етістіктің сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты, күшейді, көмкерілді, боран, ұшып кетті. Бұл жерде есімдіктер не істеді, күшейді, көмкерілді, ұшып кетті. Яғни бұлар етістік болып тұр. Бұл жерде артық сөз боран, не, яғни зат есім. Енді сын есім. Қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Көкшіл, тәтті, үшкір, шөл, сулы. Бұл жерде көкшіл, тәтті, үшкір, сулы деген қандай деген сұраққа, яғни заттардың сынын білдіріп тұр. Бұл жерде шөл деген не деген сұраққа жауап береді, яғни зат есім. Артық сөз шөл. Төртінші сан есім. Қанша, нешінші деген сұрақтарға жауап береді. Жетеу, үшеу, қос, 10, 11 сөздері берілген. Бұл жерде сан есімдер 7, үшеу, 11. Нешінші? 11. Артық сөз қос. Енді осы әр сөз табының ережесін шығарып көрейік. Зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөздерді зат есім деп атаймыз. Етістік дегеніміз заттардың қимылын,
іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Есім дегеніміз заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім деп атаймыз. Сан есім дегеніміз заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Үшінші жаттауға қараймыз. Мәтінді түсініп оқы. Сөз таптары әртүрлі болады. Зат есім, етістік, сын есім, сан есім, есімдік, үстеу, шылау, одағай, еліктеу сөз. Әрқайсының өзіндік белгілері, соған сәйкес жазуда да, сөйлеуде де қолданылатын жалпы ережелері бар. Сондықтан бұл сөз таптарын, яғни сөз таптарын бір-бірінен ажырату үшін морфологиялық талдау жасау қажет. Қай сұрақтар мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған? Осы сұрақтардың жауабын жаз. Яғни бірінші сөз таптары қалай аталады? Сөз таптары зат есім, етістік, сын есім, сан есім, есімдік, үстеу, шылау, одағай, еліктеу сөз. Екінші сұрақ: бір сөз табы екіншісіне қандай белгілері арқылы ажыратылады? Бір сөз табы екіншісінен әрқайсының өзіндік белгілері, соған сәйкес жазуда да, сөйлеуде де қолданылатын жалпы ережелері бар. Үшінші, морфологиялық талдау қалай жүргізіледі? Сөз таптарын бір-бірінен ажырату үшін морфологиялық талдау қажет. Ол үшін сөздің түбірі мен қосымшасын табуымыз керек. Енді балалар төртінші жаттауға қараймыз. Өлеңді көшіріп жаз дейді. Барқыт тау, жасыл дала, зеңгір аспан, күміс көл, ерке өзен, алып қашқан, құмартып келем саған бала жастан, дариға жер бар мекен сеннен асқан. Сөздерге сұрақ қойып, морфологиялық талдау жаса. Ол үшін морфологиялық талдау үлгісін басшылыққа ал дейді. Бұл жерде барқыт тау дейді, яғни қандай тау? Барқыт сынын білдіріп тұр, сын есім. Не тау? Зат есім. Жасыл дала, дала не? Зат есім болып тұр. Қандай? Жасыл, сын есім болып тұр. Зеңгір аспан не? Зат есім. Қандай? Аспан, сын есім. Одан кейін күміс көл. Көл не? Зат есім. Қандай көл? Сын есім. Ерке өзен, өзен не? Ерке қандай? Сын есім болып тұр. Алып қашқан не істеді? Бұл жерде етістік, қашқан деген, алып деген зат есім болып тұр. Құмартып келем, келем етістік, құмартып етістік. Саған бала жастан, жас не? Зат есім. Бала кім? Зат есім. Саған кімге? Бұл есімдік болып тұр. Дариға жер бар мекен сеннен асқан. Етістік, асқан. Сеннен, кімнен деген есімдік. Екен, етістік. Ма деген бұл жерде шылау болып тұр. Бар деген етістік. Жер не? Зат есім. Дариға кім? Бұл жерде зат есім болып тұр. Балалар, бесінші жаттауға қараймыз. Бізге сөз жұмбаққа сұрақтар жаз дейді. Ол үшін оқулықтың соңындағы түсіндірме сөздікті басшылыққа ал дейді. Көлденеңнен және тігінен, яғни найзағай, шық, сағым, қырау деген сөздер шыққан. Көлденеңнен, тігінен. Енді осыларға сұрақ қою арқылы сөз жұмбағымызды құрастырып көрейік. Бірінші, көлденеңнен. Ыстық және суық ауаның соқтығысуынан пайда болатын күшті жарқыл. Яғни бұл не? Найзағай, балалар. Екінші, көктем мен күздің салқын түндерінде шөп басына тұратын атмосфералық дымқыл. Бұл бәріміз білеміз, таң атқан кезде шөптер дымқыл болады. Бұл шық, балалар. Яғни
көлденеңнен бірінші сұрақтың жауабы найзағай, екінші шық. Енді тігінен ауаның біркелкі қызбауына байланысты табиғатта болатын құбылыс. Бұл сағым. Екінші, тоңазған дымқыл ауаның жерге, ағашқа қар тәрізді болып ағарып қонған күйі. Бұл қырау. Міне балалар, 5-ші жаттығуда көлденеңнен найзағай, шық сөздері, тігінен сағым, қырау сөздеріне сұрақтар құрастырдық. Осымен сабағымыз аяқталды балалар. Сау болыңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет.